Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат. Бүгін сіздермен духовкада тауық қанаттарын өте дәмді етіп жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Отбасыңызға түрлі гарнирлермен ұсынсаңыз болады, сондай-ақ қонақ дастарханына да әдемілеп, сәндеп қойғансаңыз дастарханыңыздың сәнін келтіретіні анық. Ол үшін бізге тауық қанаттары қажет болады. Тауық қанаттарының қажет емес бөлігін алып тастайтын боламыз. Видеода көрсеткеніміздей дәл осылай алып тастайтын боласыздар. Бұл бөлігінде жөнді ет те жоқ, әрі әдемі де көрінбейді. Сол үшін осылай алып тастаймыз. Және де артық егер де еттері болатын болса, жаңағыдай алып әдемі көріну үшін алып тастасаңыз да болады. Егер қонақ дастарханына дайындайтын болсаңыз, артқы бөлігіндегі кейбір артық еттерін де алып тастасаңыз болады. Осылай барлық тауық қанаттарының қажет емес бөліктерін алып тастап, маринадтауға кірісеміз. Маринадтау үшін тұз, паприка және де мен кептірілген сарымсақты қолдандым. Қаласаңыз, бір тіше сарымсақты да қолдансаңыз болады. Және де мен осындай азғантай көлемде кристалликке қостым. Вегета дәмдеу үшін қостым. Бұл вегета дәмдеуші сізде болмаса, тауыққа арналған кез келген жаңағыдай дәмдеушті қолдансаңыз болады. Және аджика қостым. Қара бұрышымызды сеуіп, соңында сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәл осы маринад түрін қолдануға кеңес беремін. Өте қатты ащы болып кетпейді. Аджиканы қосқаннан қатты ащы болып кетеді деп ойламаңыздар. Барлығы сәйкесінше өте қатты ащы да емес, тұщы да емес, орташа тұздылықта болып шығады. Және де осы маринадымызды 1 сағатқа қалдырамыз. Маринадталған тауық қанаттарын формамызға пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырып шығамыз. Маринадтау уақыты өзіңізге байланысты. Егер ұзағырақ ұстаймын десеңіз, солай да ұстасаңыз болады. Мен 1 сағаттай ұстадым. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 200 градуста 40 минуттай пісіреміз. Өзіңіздің пешіңіздің температурасына қарай пісірсеңіз болады. Міне біздің тауық қанаттарымыз дайын болды. Толықтай піскен, жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецепті қайталап жасап көріңіздер. Отбасыңызға әртүрлі гарнирмен, қонақтарыңызға әртүрлі әрлеумен ұсынсаңыз болады. Сіздермен болған Камшат, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.